Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым? Бүгінгі таңғы келген тақырып мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін шынымен, өйткені қазіргі жастардың талаптарына қарап, олардың сондай білімдіктеріне қарап, сондай әдемі киініп жүретін жастарды көргенде мен жастарға сенемін. Келер бақ, береке, жақсылық, молшылық, байлық, бармақтай бақ, осының барлығын Алла тағала үйіп, әр ұлттың өз киіміне жиып қойған сияқты. Сондықтан да ұлттық киімді киген әр адам өзінің сондай бақытты болатынына, үйіне береке келетініне, басына бармақтай бақ қонатынына сенсе екен деп тілек айтқым келеді. Себебі бірінші Алла, одан кейін адамның өзінің ақ ниеті деп айтып жатады. Ниетіңіз ақ болса, жақсы сөйлеп, жарым ырыс қылып, әрқашанда береке шақырып отыратын болсаңыз, әрине сіздің басыңызға береке молымен келеді деп үлкен адамдар, апаларымыз айтып жатады. Сондықтан да әр қазақ өзінің гардеробында ұлттық киімі болып, мерекелерге де үйіне киіп жүретін күнделікті әдемі бір ұлттық киімі болса да, немесе апаларымыз өзінің жасына сай кимешектер киетін болса, шторамалдар тағатын болса, енді мына оңтүстік жақты алып қарайтын болсақ, негізі о жақтың әйел азаматтары керемет мықты ма деп мен өз басым ойлаймын. О жақтың келіндері міндетті түрде шторамалмен жүреді, және де апаларын қазіргі кезде қарасақ, көбінесе ақ кимешек киюде. Міне қымбаттыларым, біздің болашақ осы қазақтың ұлттық киімінде, сондықтан да үйлеріңізге береке шақырып, өмірлеріңізге жақсылық шақырып, ұлттық киімді көптеп кие жүріңіздер. Ас бөлмеде қолдарыңызға күміс білезік тағып ас жасаңыздар. Өзіңіздің және отбасыңыздың денсаулығыңыздың зор болуына күміс білезіктер өте көптеген үлесін қосады. Және де әр ас дайындағанда отбасыңызға жақсы тілектер тілеп, тамақ дайындаңыз. Осы айтылып жатқан сөздің құдіреті тағдырыңның өзгеруіне мол береке әкелетіндіктен, әр қашанда жақсы сөйлеп, ас дайындаңыз отбасыңыз үшін, басқа адамдар үшін, қонақтарыңыз үшін. Міне сіздің үйіңізге бірінші келер береке барлығы аспен келеді деп жатады. Сондықтан да бірінші ас бөлмеңізде дайындаған асыңыз дұрыс болсын. Бисмиллямен бастаңыз. Күміс білезік, күміс жүзігіңізді тағып ас дайындаңыз. Және де отбасыңыздың берекесі үшін ұлттық киім киіп жүріңіз. Әрине, әр адам өзі біледі, бірақ та әр ана үйінде береке болғанын қалайды. Балаларының бақытты болғанын қалайды. Бақытты, қуатты, берекелі болғанын қалайды. Сондықтан да аналардың, әр ананың үстінде ұлттық киім болса екен деген тілек айтқым келеді. Негізі айтып жатады, әйелдердің, әйел адамның, қыз балалардың шашының ұзындығы өзіне қуат береді дейді. Негізі мына әйел адамдар көбінесе шашын ортасынан жарып, екі жаққа екі бұрым қып өріп жинаған деп айтады бұрынғы заманда. Бұл екі ортасынан тең жарып екі бұрым өруі жолымыз әрқашанда ашық болсын деген мағынаны білдіреді екен. Әр ана осыны білсе екен деймін. Және де қыз балалардың бұрымдарын бір бұрым қып өрген себебі әлі тұрмысқа шықпаған, басын бос дегенді білдіреді екен. Қымбаттыларым, негізі қазақтың ырымдарын алып қарайтын болсақ, салт дәстүрін алып қарайтын болсақ, негізі өте берекелікке шақырады. Киімінің үлгісі, киімінің әдемілігі басқа ұлттардың да таңдайын қақтырып, әдемілігіне тамсандырып жатады. Сондықтан да әр ананың үйінде, әр әйелдің үстінде ұлттық киімдер болсын. Сау саламатта болыңыздар. Себебі қазақ әйелдері сондай әдемі, сондай көркем, ұлттық киімді киген кезде ол одан сайын әдемілене бастайды.
сол әдемілікті көрсе екен деймін.